Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге мынандай этно үкіні, мынандай ақ үкіден қалай жасау керек екенін көрсеткім келіп тұр. Кеше мен жасап көрдім, міне қандай әдемі натуральный цвет болып тұр. Вот соны хочу сіздерге көрсетуге. Міне мен кәдімгі заварканы алдым, көріп тұрғаныңыздай заварканы заваривать еттім. Енді мына үкілерді кәдімгі батырам соған. Кәдімгі жуған сияқты батырып. Негізінде желательно су ыстықтау болған жақсы, тез боялады. Батырып жатырмын. Әбден батырып, уже кішкене тынғаннан кейін өзі боялып қалады екен. Негізінде кейбір источниктерден марганцовкамен де бояуға болады деді. Бірақ мен марганцовка алған жоқпын, кәдімгі табиғи жолмен бояуға ойладым өзім. Тамақ болғасын, ешқандай зияны жоқ қой шайдың деп. Не салып жатырмын. Мен мынандай үкі жатыр міне. Былай көрсетіп қояйын сіздерге полностью. Енді міне соңғы үкім қалып тұр. Негізінде 5 үкіден бір тақия шығарғым келіп тұр. Мынаны да басып салып жатырмын. Өстіп батырып кішкене қойып қоясыздар. Барлығы сіңу керек су. Мына үкілердің, енді құстың өзі білесіздер ғой, арасына су кірмейді ғой, қауырсындарға. Арасын бетіп ашып, кішкене сулаған, до конца сулағанша күтесіздер. Алардың бәрін желательно ашқаныңыз жақсы. Қатты ашып, сындырып алмаңыз. Аккуратно. Сосын осыны кішкене сіңдау дегеннен кейін мындай просто ыдысқа салып кептіріп алам. Кептіргенде суын ағызып алам да. Қазір көрсетем сізге. Міне шайда біраз жатты, 5 минуттай жатты. Міне мынандай болып. Көріп тұрғаныңыздай су болды. Осыны енді мындай жайып қоямыз мынандай жерге. Жайып қойғанда суын ағызып аламыз әуелі. Су ағып кету үшін. Суын ағызып қойдым. Қазір бір жарты сағаттан кейін фенмен кептіріп аламын. Бұндай үкі жасау себебім, мен қолымда тек қана ақ үкі болды. Сосын базарда да этно үкінің ценасы простой ақ үкіге қарағанда жоғары болады. Тиімдірек болады осылай жасаған. Мен осындай әдемі үкілі тақия тіктім. Мына жерде 5 үкі. Клиенттің қалауы бойынша этно үкі болсын деді. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыз.